Клубничный банановый торт жасаймыз. Алдымен корждарын дайындап аламыз. Илегішке ұн, крахмал, жүгері немесе картоп крахмалын, қопсытқыш және какаоны салып, бұл құрғақ ингредиенттерді жеке дайындап қоямыз. Таза ыдысқа жұмыртқаның ақ уысына сәл-сәл тұз қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа салқын болғаны дұрыс. Ол кезде ақ уызды жақсы формасын ұстап көтерілу үшін. Ақ уызда ақ көпіршіктер пайда бола бастады. 2 ас қасық қант салып, 2-3 минут көлемінде шайқаймыз. Ақ уыз дайын, өз формасын ұстады. Келесі кезең, жұмыртқаның сарысына қант қосып, ақшыл сары түске енгенге дейін араластырамыз. Жұмыртқаның сарысы дайын. Бізде тортымыздың корждары банановый бисквит болғандықтан банановый пюре жасаймыз. Бананның үстіне сұйық май және лимон соғын қосып, блендердің көмегімен пюре жасаймыз. Бұл дайын болған пюрені жұмыртқаның сарысымен біріктіріп қосамыз. Барлығын толықтай қосып, жақсылап араластырып, осы салмамыздың үстіне құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. 2-3 бөлікке бөліп, илегіштің көмегімен қосып, миксермен араластырсақ болады. Бұл кезеңде миксер қолдануға болады. Біздің қамырымыз дайын. Осы қамырға ақ уызымызды саламыз. Силиконды лопатканың көмегімен 2-3 бөлікке бөліп, бәрін бірақ сала салмаймыз. 2-3 бөлікке бөліп, қамыр жасаймыз. Қамыр дайын. Бұл қамырды 20 сантиметрлік формада 180 градуста 35-40 минут бойы пісіріп аламыз. Корждарды суытып, бөлме температурасында 3-ке бөліп қойдық. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын және 33% салқын клегейді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тортымыздың кремі дайын. Кремді кондитерлік мешокқа саламыз. Тортымызға жағуға өте ыңғайлы. Тортымызды жинаймыз. Коржға кремімізді жаға берсек болады. Бұл корждарды пропитка жасаған жоқпын. Өзде бір әдемі, ерекше дәмді болып шығады. Мен 2-ші корждан кейін крем жағып, осы аралыққа клубничный мусс салдым. Ол тортқа ерекше әдемі дәм береді. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Келесі видеода осы клубничный мусстың видеосын саламын. Және үстіне сәл-сәл крем жағып, 3-ші коржымызды қоямыз. Бетін біркелкі етіп тегістеп, жеміс-жидектермен әсемдеп, бұл дайын болған тортты холодильникке кем дегенде 2 сағатқа салып, кескен дұрыс. Сол кезде кремдері толықтай сіңіп, ерекше дәмді болады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк қойып, комментарий жазып, менімен бірге болыңыздар. Осылай ерекше әдемі тортымыз дайын.